Мен Тайшикова Шарбанкөл 1953 жылы туылғанмын, 6 октябрьде. Мына темір тұлпарға отырғаныма 51 жыл болды биыл. Мен мұғалім болғым келген. Пединстің физматында тапсырғам. Сөйтіп конкурстан өте алмадым. Содан кейін училищеге оқиын не болмаса деп 150-ші кәсіп техникалық училищеге барайын дедім, лаборант оқуына деп. Сөйтіп барсам, ол қатар тұрған 2 училище екен, 136 дегенге кіріп кетіппін, білмедім да. Сөйтіп қабылдау комиссиясында орыс әйел отыр екен. Мен осындай лаборантқа деп, бізде ондай жоқ, ол біздің қасымыздағы училищеде. Бізде қыздарға мынандай мамандықтар бар деп, машинист башенного мостового крана деп сөйтіп айтып жатыр. Сосын оны түсінбеймін да, ол кран деген не екенін де білмеймін. Сосын оған жоқ, мен анаған кетем деп қарсылап айтайын десем, тілім жетпейді, орыс тіліне нашар еді ол кезде. Сөйтіп айта алмадым анаған, түсіндіре алмадым. Сөйтіп ол мен аттестатымды алып алып дағын оқуға қабылдады сол жерде. Осындай кранға оқитын болдым дедім. Бәрі таңғалады, қалай сен оқисың? Кран деген биік. Сен мына үйдің қасында қырға шықсаң түсамайсың ғой. Өзім Кентауда тұратынмын. Ең шеткі көше бар, Балабүргем деген. Сол көшенің қасында қыр бар біраз. Сол қырға шықсам түсе алмайтын тұғын, біреу жетелеп түсетін тұғын. Жасымдан сондай тұғын, қорқақ тұғын. Содан білмеймін, әйтеуір бардым, кейін кранды оқыдық, кранға жұмысқа жіберді, практикаға жіберді. Сен Кентауда андай башенный кранға бардым. Осындай келдім деп, крановщик тоқтап тұрды, шығып ал деп. Зорға шықтым анаған. Сөйтіп қасында тұрдым 1-2 сағат, ертесіне келіп, ертесін жас әйел еді. Тезірек отырмасаң, өзің отырып істемесең, үйренбейсің, отыр деді. Содан істедім. Мен қорқыныш деген болған жоқ, содан кейін қорықпайтын болдым. Кранның еш қиыншылығы жоқ, просто жауапты, абайлап, өзің сеніп отыру керексің. Қорқақтасаң, қолдарын қалтырап, не істеп не қойған білмей қаласың. Таңертең келгеннен біз камераларды ашамыз, одан нелерді шығарамыз. Кепкендерді шығарамыз, анаяқтан құйғандарды әкеп салады, оны түнде кептіріп шығарады, азанда солар шығарамыз. Шығарып қойдық қой, енді қазір соны телешке саламыз дағын, далаға шығарамыз, далаға шығып жинаймыз мыналар сияқты. Одан кейін мына машиналар келді ғой, мінекей қазір. Сол машиналарға артып жібереміз, сол тыным таппаймыз. Өте жақсы көремін жұмысымды. Ол жұмысқа келгенде мен барлық нәрсені ұмытып кетемін. Проблема, еш нәрсе жоқ менде, бәрі жақсы. Қуанышты күндерім барлығы жақсы өтеді. Балдарым да, қыздарым да, жолдасым да барлығы қарсы болып, осы соңғы шыққанымда әсіресе қарсы болып, қойсай жұмысты не жетпейді саған деп. Сонда да жоқ, маған ақша емес, маған уақыт қызықты өтеді жұмыста деп, сонымен соларға бой бермек келіп отырмын ғой. Қыздарын білмедім, соларда қорқыныш бар ау деймін. Қазір көп қой қалада қыздар, көп қазақтар. Бірақ одан да көп болуы керек еді. Қорқыныш. Мен бұрынғы өзім қатарларымды не қылып көрдім, қорқақ. Қасыма алып көрдім ғой біраз қыздарды. Үйренсе, осыны істесе десем, жоқ қорқағым деп. Қорқыныш бар оларда көп. Арманым сол, осы менің жұмысымда жастар көп алып кетсе, әсіресе қазақтар көп алып кетсе, сол еңбекке талпыныс болса адамдарда,